أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлық мақтау, барлық мадақ күллі әлемдердің Раббысы, бүкіл жаратылысты махаббатпен жаратқан Хабиб Алла. Әрбір жаратылысқа белгілі бір мөлшер беріп, өзінің хикметімен жүргізетін, белгілі өлшеммен жарататын Мұққадир Алла. Әрбір Субханалла Тағала өзінің құлдарының ісін бақылап тұратын Мұхаймин Алла. Өзінің разын қалап, жақсылық қалағанға жақсылық, жамандық қалағанға жамандық беруші Муяссир Алла. Ешкімді алаламайтын әрбір тірі жан осы дүниеде өз қолымен істеген ісін ғана көретін ғаділ Алла. Пайғамбарымызға Алла Субхану тағала салауаты сәлем игілігі болсын. Ассаламу алейкум рахметуллахи ва баракатух. Кешегі сабақтарымызда 9-шы сабақ болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның меккелік дәуірінде жүрміз. 4-ші жыл болып жатқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Абу Лахабтың істеп отқан қастандықтарын біз айттық. Сол кездегі Масад сүресінің түскенде айтқан едік. Таббат яда деген. Енді одан кейін оның екі баласының, Утба мен Утайбаның пайғамбарымыз деген қастандығын туралы айтқан едік. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Я Алла, өзіңнің болған иттерің біреуін оның арттарына салып қойшы" деп айтты ғой. Түскен кезде бағана Утайбаны бір арыстан қанша 20 адам оны қорғап тұрса да, келіп паршалап басын, осы ішіндегі ең көп мыжыған жерін басы мыжып, сөйтіп өлтіріп кеткен кезде өліп денесін қинап өлтіреді дейді. Жай өлтірмейді дейді. Ана елдердің бәрі даусын айғайлап отқан кезде естиді. Мұхаммед рас айтты, Мұхаммедтің дұғасы қабыл болды деп. Сол кездегі осы әңгіме кейін кімге жеткенде, Абу Лахабқа жеткенде, Абу Лахабқа не деп айтты? "Мен сендерге айттым ғой, Мұхаммедтің дұғасынан қорқамын" деп. Мұхаммедтің дұғасынан қорқамын деп. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің дүниеден адамдарға жеткізуден қаймықпай бар күш-жігерін салып жатты. Мүшриктер болса да өздері қолынан келіп отқан барлық қастандықтарын жасап жатты. Олар енді осы біздің ата-бабаларымыздың осынау дінімізді теріске шығарып жатқан адамға қайтсек те біз одан да қаттырақ, батылырақ іс-әрекеттерге көшеміз деп. Яғни тек қана сөз жүзінде қалмаймыз, одан да тағы бір нәрселерді істейміз деп айтады. Солардың басында ең бірінші болып жүретін өзінің баласынан айырылған Абу Лахаб болатын. Абу Лахаб пайғамбарымыздың жанына барып тікелей өзі қолмен бір нәрсе істеуге қорқса да, пайғамбарымыздың ізін аңдып, қай адамның жанына барып уағыз насихат айтып қалса, пайғамбарымыз келіп ол кісілерге барынша көркем түрде исламды насихаттап алып келсе, "Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулуллах" деп айтыңдар десе, ана кісі келіп, "Бұл менің көкемнің баласы, бұның айтқан сандырағын сендер тыңдамаңдар" деп міндетті түрде артынан ізінен қалмай жүретін Абу Лахаб. Пайғамбарымыз шақырады, Абу Лахаб қайтарады. Пайғамбарымыз шақырады, Абу Лахаб қайтарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні Қағбаның алдына келіп, әдеттегенше намаз оқиды. Сөйде намаз оқып отқанда жандарында, алдың қатарларында кім отыр екен? Абу Жахил отыр. Шайба ибн Рабиға отыр екен. Яғни Шайба мен Утба ибн Рабиға екеуі жанында қатар отыр екен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бағанағы қылқындырған кешегі адам бар еді ғой. Көршісі деген Уқба ибн Муғайт деген кісі. Уқба ибн Муғайт деген кісі. Осы кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды өтіп бартқан кезде жанынан күлетін дейді, мысқылдап. Алла субхану тағала осы адамнан басқа бір адамды пайғамбарлыққа таппай қалды ма екен? Жабірейілді басқа адам таппағанда именно әлбетте тек қана осы Мұхаммедті ғана тауып апты ғой деп артынан мысқылдап күлді дейді. Сол кезде бір күн пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөйтіп өзінің әдеттегенше намазын оқып Қағбаның алдына басын сәждеге қоя берген кезде, сол жердегі бір күн бұрын сойылған түйенің шек қарны жатқан дейді. Енді ол кезде Қағбаның шетінде Зәмзәм жақтарда бір өздерінің пұттарға арналып құрбандыққа соятын мусорка болатын. Сол жақта не тұр дейді? Бір түйенің жаңадан кеше ғана сойылған, сасып кеткен шек қарны бар дейді. Сол кездегі Абу Жахил тұрып, кім Мұхаммедтің үстіне қазір сәждеге барғанда иығына мынау шек қарындарын қояды деп айтады. Сол кезде кім барады?
әлбетте Уқба ибн Абу Муғайт, мен оны істеймін дейді. Уқба ибн Абу Муғайт кешегі пайғамбарымызды қылқындырған адам. Уқба ибн Аби Муғайт көршісі. Муғайт. Сол келіп пайғамбар саллаллаху алейхи сәждеге басын қоя берген кезде бүкіл ішек қарның келіп ішіндегі нәрсесімен қоя салады. Сөйтеді да бағанағы Рабиғасы бар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Абу Жахл бар оның жанында, Шайбасы бар, бәрі келіп қарқылдап күледі. Осы көрініске куә болып отқан кім бар екен? Абдулла ибн Масғуд бар екен, радиаллаху анху. Енді Абдулла ибн Масғуд ол исламды қабылдаған, оның исламды қабылдауының өзінің қызық әңгімесі бар. Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алыстан Абу Бақыр екеуі келе жатып, қой бағатын бір жігітке келіп, ей балақай, қойың сенің не дейді? Сүт бар ма деп айтады. Сол кезде анау балақай не дейді? Мен тек қана қой бағушымын, бұл қой менің аманатым дейді. Мынау сауынды қойлардан сізге сүт бере алмаймын. Мен кешке қарай бұның аманатын беремін дейді. Сөйдеп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, ол пайғамбар екен білмейді. Айтады, мұнда қысыр болған қой бар ма дейді. Қысыр болған ма? Міне мыналар бар, қалғандары қысыр деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дейді, осының біреуін мен саусам бола ма дейді. Көре беріңіз, оны толық жоқ дегенде айтады ғой. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи бір нәрсе деп дұға жасап, анау бүйтіп қойды сауа бастағанда желіні сүтке толады. Сөйтеді де өзі Абу Бақырға, бағанағы Абдулла ибн Муғазға беріп, өзі ішінен ішеді. Сол кезде ана кісінің көзі банк, Абдулла ибн Масғудқа дегенде. Абдулла ибн Масғуд келіп, я дейді, Мұхаммед, сен мынау нәрсені маған үйретесің ба деп айтады. Қалай бұл? Өзімен өзі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, бұл баланың, яғни діндегі ең үлкен нәрсе, адамда бір нәрсеге ізденіс болса, ойланса, ақиқатты ізденсе, бұл қасиеттің бәрі Абдулла ибн Масғудтың бойында бар. Және аманатқа қиянат жасамайтын қасиеттері бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам күлімсіреп айтты да, ей Абдулла, әлі де сен талай нәрсені үйренетін боласың деген жігіт. Сөйтіп жүріп ақиқатты іздеп пайғамбарымыздың алдына келіп ислам қабылдаған жігіт. Сол бірақта кім? Ол қойшы, бойы мынандай ғана. Білесіздер ғой, Абдулла ибн Масғудтың бойы қандай деген кезде, Омар ибн Ар-Хаттаб отырған кезде, Абдулла ибн Масғуд тұрған кезде екеуінің бойы бірдей болады. Бойының кішкентайлығы. Сол Абдулла ибн Масғуд қарап тұр, пайғамбарымыздың мойнына не салып тастады? Бағанағы түйенің бүкіл шек қарын қойып тастады. Анан барып алып кетейін десе, қорқады. Өзі кішкентай. Екіншіден, оны қорғайтын ешкім жоқ. Ол кездегі пайғамбарымыз ғана емес, оның жанындағы сахабаларында қиналып жатқан заман. Сол кездегі дейді, тек қана соған аянышпен көзбен ғана қараудан басқа шамам жоқ дейді. Мен қатты қорқамын дейді. Абу Жахл деген дауыс адамның атын естісем дейді, жүрегім дір ете қалатын дейді, өзімен өзі. Ана Абу Жахлдан сондай қорқатын. Сөйтіп тұрған кезде дейді, Фатима анамызға, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи қызына хабар келді дейді. Әкеңнің үстінде осындай түйенің шек қаны жатыр деп. Сөйтіп Фатима анамыз кішкентай қыз дейді, сол кезде жүгіріп келіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мойнынан ана заттарды алмағанша пайғамбарым сәждеден басын көтермеді дейді. Сөйтіп пайғамбарым саллаллаху алейхи уассалам сәждеден басын көтерді де, жай ғана келіп Алла субхана тағала қолын жайып дұға жасады. Я Раббым Алла, Құрайштың мына тобын саған тапсырамын дейді. Я Раббым Алла, Абу Жахил деген Амр ибн Хакамды саған, Хишамды саған тапсырамын. Уқба ибн Рабиғаны саған тапсырамын. Я Раббым Алла, саған Шайба ибн Рабиғаны тапсырамын. Я Раббым Алла, Уқба ибн Муғайтты саған тапсырамын. Аллахым Валид ибн Утбаны саған тапсырамын. Аллахым Умай ибн Халяфты саған тапсырамын. Я Раббым Алла, Умара ибн Валидті саған тапсырамын деді. Сөйткенде бағана қарқылдап күліп отқан адамдар түрлері өзгеріп кетті. Егер Байтуллахтың алдында, яғни мынау Алланың үйінің жанында пайғамбар дұғаларын қабыл болатын олар да біледі. Ал оның пайғамбарымыздың Мұхаммед Амин екенін алдындағы Абу Лахабтың баласын жасаған дұғасы бар еді ғой. Оны бәрі біледі. Түрлері өзгеріп кетті дейді аналар. Осыны әңгімені жеткізіп отқан бағана Абдулла ибн Масғуд дейді, Аллахпен ант етейін дейді. Пайғамбарымыз тура осы списокті қалай айтты дейді. Тура сол список бойынша Бадырда дейді.
мен сол адамдардың қор болып әртүрлі шыққандармен араласқан күйі құдықтарда жатқанын бәрін көргенмін дейді. Яғни тура осы список Абу Жахилдан бастап Утбасы бар, бағанағы Шайбасы бар рабиғалар, осылардың бағанағы Валиді бар, Ибн Утбаны осылай тапсырған. Умай ибн Халяфтың жатқандарын тура осылай пайғамбарымыз қалай дұға жасады, солай жатты дейді. Бір күні Абу Лахаб, Абу Жахил Байтуллахтың жанында